Саламатсыздарма? Бүгін біз бүтін сандар және рационал сандар тақырыбын зерттейміз. Тақырыпты бастамас бұрын натурал сандарды еске түсірейік. Натурал сандар дегеніміз не еді? Натурал сандар біздің күнделікті өмірде қолданып жүрген санай алатын сандарымыз. 1, 2, 3, 4, 5 плюс шексіздікке дейін жалғаса береді. Кейін бізде бүтін сандар. Бүтін сандар жиыны теріс сандар, 0 саны және оң сандар жатады. Ол минус шексіздіктен басталады. Минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2 плюс шексіздікке дейін жалғасады. Енді рационал сандар. Рационал сандар бізде бөлшек түрінде жазылады. Жай бөлшек, ондық бөлшек. Мысалы, минус 7-де 4, 9-дан 2. Біз бүтін сандарды рационал сандарға келтіре аламыз. Мысалы, 3 бөлінген 1. Санды бірге бөлетін болсақ, сол санның өзі шығады. Минус 7 бөлінген 1. 0-ды да 0-1 арқылы жазамыз. Енді қарап көрейікші, натурал сандағы 10 сандарымыз біздің бүтін сандағы 10 сандарымызбен бірдей. Онда натурал санымыз бүтін сандарға тиесілі. Ал бүтін санымызды рационал сан секілді жаза аламыз ба? Әрине, онда біздің бүтін сандарымыз рационал сандарға тиесілі. Қарап көрейікші, натурал сандар рационал сандарға тиесілі бола ма? Бұл жерде жазылған 10 сандарды біз рационал сан түрінде жазалдық. Онда натурал санымызды рационал сандарға тиесілі деп жазаламыз. Енді осының бәрін ен диаграммасы арқылы көрсетейік. Бұл бізде натурал сандар. Натурал сандарға біз санай алатын сандар жатады. 7, 9, 11 секілді. Оның сыртында бүтін сандар тұрады. Бүтін сандарға теріс сандар, 0 саны және оң саны жатады. Минус 9, 0, минус 17, 19 деген секілді. Ал рационал сандар оның сыртында орналасқан. Бұл жерге бөлшек сандар жазамыз. Мысалы, 0 бөлінген 1, 2-ден 9, 7-ден 3 секілді. Енді кезекті есепке берейік. Бүтін сандар және рационал сандарға есеп шығарайық. Есеп шығармастан бұрын координаталық тізу сызайық. Бұл бізде бастапқы нүкте. Мысалы, бізге минус 5,8 және 3 деген сандар берілсін. Осы аралықтағы барлық бүтін сандарды жазу керекпіз. Бүтін сандар бізде Z әрпімен беріледі. Барлық бүтін сандар бізде минус 4 алдында орналасқандықтан минус 3, минус 2, минус 1. 1, 2. Жазып шығайық. Үш саны жатпайды, себебі біз осы аралықта сандарды ғана аламыз. Тағы да есеп берілсін. Мысалы, А жиыны бізде минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 5, 6, 7 сандарынан тұрсын. Ал бұл жиыны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жиынынан тұрады деп есептейік. Енді назар аударайықшы. Бізде Б жиындағы сандар А жиыны жатады. Онда Б жиын А жиыны тиесілі. Егер де
Бұны Вен диаграммасына салатын болсақ, сыртқы жиыны бізде А жиыны, ішкі жиыны В жиыны. А жиыны, В жиыны, сыртқы жиыны, немесе В жиыны, А жиыны, ішкі жиыны деп аталады.